Барлықтарыңа сәлем достар, менің есімім Мерей. Бүгінгі бізде қозғайтын тақырып ол болашағы бар, бірақ өлетін мамандықтар. Ол қандай мамандықтар десеңдер, қазір айтып беремін. Яғни болашағы бар, қазіргі таңда өте сұранысқа ие және де жалақысы жоғары мамандық, бірақ уақыт өте келе, яғни белгілі бір уақыттардан кейін ол цифрландырумен алмасатын мамандықтар. Қазір соның барлығын айтып беретін боламын. Ал ең бірінші мамандық ол бізде маркетинг саласы. Яғни маркетинг саласы қазіргі таңда өте сұранысқа ие. Яғни қазіргі кездегі кез келген бизнес болсын, кез келген сала болсын, оның барлығына әрине маркетинг қажет. Яғни бір сөзбен айтқанда ол маркетинг сол саланың бизнесінің жүрегі десек те болады. Себебі олардың жаңағыдай рекламалары, яғни жасайтын жарнамалары, сатылымдары, барлық жұмыстары осы маркетингке тікелей байланысты. Келесі мамандық ол бізде телекоммуникация операторлары және колл-центр операторлары. Яғни бұл мамандық қазіргі таңда өте сұранысқа ие, жалақысы жоғары мамандықтардың бірі. Кез келген тауарлар мен қызметтерді сатуда және де компаниялардың клиенттеріне қызмет көрсететін осы мамандар болып саналады. Бірақ та белгілі бір уақыт өткеннен кейін бұл мамандардың орнын чат-боттар мен IT дауыстық жүйелері басатын болады. Бірақ қазіргі кездегі болашағы бар мамандыққа жатады. Келесі мамандық ол бізде журналистика мамандығы, яғни қоғамдағы маңызды ақпараттарды халыққа жеткізіп, олардың пікірлерін шығарып отыратын мамандар болып саналады. Қазіргі таңда өте сұранысқа ие мамандық болғанымен, бірақ келешекте бұл мамандықтардың орнын, яғни жасанды интеллект басқарады. Яғни жасанды интеллект ақпараттарды өздері өңдеп, өздері жариялап, автоматты түрде жіберіп отыратын болады. Міне оқушылар, осындай мамандықтар, яғни болашағы қазір бар болғанымен, жалақысы жоғары болғанымен, бірақ келешекте белгілі бір уақыт өткеннен кейін ол мамандардың орнын осы, яғни жасанды интеллект, цифровизация басқаратын болады. Сол себепті өздеріңе мамандық таңдаған кезде барлығын алдын ала зерттеп, қарап таңдаңдар. Және біздің беріп жатқан ақпараттарымыз пайдалы болса, комментарий жазып және лайк басып кетуді ұмытпаңдар.